Қымбат достар, амандасу туралы мәселені бұған дейін де қозғаған едім. Тағы бір ойды толықтыра кетсем деймін. Бүгінде президент ұлттық дәстүрімізді, ата салтымызды жаңғыртуға, мәдениет пен әдепті сақтауға ерекше мән беріп келеді. Өркениетті мемлекет құру үшін бірінші кезекте халықтың мәдениеті жоғары болуға тиіс деді мемлекет басшысы. Ал ол қоғамдық орындарды әдеп сақтау, өзін дұрыс ұстау, өзара құрмет көрсетуден басталады. Біздің салтта бөтен әйелдің бетінен сүйіп амандасу деген мүлде болмаған. Өйткені ол біреудің жары, біреудің анасы, біреудің қарындасы, біреудің келіні. Мысалы, ер азаматтың бұлай ыңғайсыз жағдайда қалуы да мүмкін. Тіпті ер адамдардың бір-бірімен сүйісіп амандасуы да қазақтың дәстүрлі әдебіне тән емес. Бұл кейіннен келген ұлтымызға жат қылық. Шығыс халықтарына қараңыз. Жапондарда, корейлерде де мұндай амандасу мәдениеті мүлдем жоқ. Керісінше олардың әдеп нормасында, олардың танымында қашықтық сақтау мен өзара құрметке үлкен мән беріледі. Ал бізде тіпті кейбір мемлекеттік қызметкерлердің өзі шетелдік әйел өкілдерімен амандасам деп ыңғайсыз жағдайға қалған сәттері әлі есімізде. Бұл адамның ниетінен бұрын мәдениеттің мәселесі. Құшақтасып амандасу да кез келген адаммен жасала бермейді. Қазақта ол етене жақын адамдардың арасында ғана болған. Тіпті қайната мен келіннің арасында да белгілі бір әдеп, арақашықтық сақталған. Бұл суықтық емес, керісінше сыйластықтың белгісі. Әрине, қыз балаға сыпайылық көрсету, ізет таныту дұрыс, бірақ ізеттіліктің де өз жөні, өз мәдениеті бар. Тоғытерін айтқанда, бұл біздің дәстүрлі салтымызда жоқ. Сырт көзге ерсі көрінеді біріншіден, екіншіден бастысы гигиенаға жатпайды, ал үшіншіден әр адамның жеке шекарасы бар. Өркениетті елдер бізді тек ғылымымызға, технологиямызға немесе экономикамызға қарап бағаламайды. Олар біздің бір-бірімізбен қалай сөйлесетінімізге, қалай амандасатынымызға, қоғамдық жерде өзімізді қалай ұстайтынымызға қарап ой түйеді. Ғылым мен технология дамысын, инвестиция келсін, экономика өркендесін, бірақ өркениетті ел болу тек зәулім ғимарат салу емес. Өркениет ең алдымен адамның күнделікті жүріс-тұрысынан, өзара құрмет көрсетуден, этикалық нормаларды сақтаудан басталады. Ал амандасу сол мәдениеттің ең алғашқы көрінісі.